Бәріне сәлем, мобилография бөліміне қош келдіңіздер. Бұл бөлімде аты айтып тұрғандай, сіздің бастап жатқан бизнесіңіздің, яғни товарка болсын, жалпы өзіңіз креатив түсіріп және таргетке жіберіп деген секілді базасын үйретем. Жалпы кіммін мен деген секілді сұрақтар болса, менің есімім Айсұлтан, осы сіздің мобилография бөліміңізде гидіңіз сияқты болам. Өзім жайлы айтып кетсем, тағы да Шумай Business School штаб секілді компанияда істеген болатырмын, және де Зируза секілді знаменитостармен істеген болатын, Қанат Талапбек, Сырымбек Тау аға секілді сондай кісілермен жұмыс істеген болатынмын. Анше кеттік. Жалпы видео съемкамызды неден бастаймыз? Біздің жалпы камера приложениесінен басталады. Жалпы өзі неден тұрады? Егер сізде iPhone 11-ден жоғары болса, онда 2 камераңыз болады. Осы жерде ауысатындай 0.5 және де 1. Үстінде сіздің качествоңыз болады, өзгерте аласыздар. Яғни осы жерде Full HD және де 4K деген өз разрешениялар болады. Яғни качество қаншалықты жақсырақ деген секілді. Осы жерден ең бастысы, настройкаға кіріп, камераға осы жерден тауып аламыз. И осы жерде өзгертетін бір-екі заттар бар. Яғни сіз білуіңіз керек. Ол ең бірінші запись видео. И осы жерде 1080 және де 60 кадр в секунду деген қойасыздар. Егер сіздің 1080 жалпы таргетке ең оптимальный качестволарының бірі. Яғни қатты желім кетпейді де качествосы. Және де 60 кадр в секунду ол самый оптимальный, яғни телефонмен түсірген кезде керекті настройкалардың бірі. Жалпы кадр секунду деген жалпы видео деген ол секундына осы жалпы обычный суретке түсіреміз ғой. Сол телефон біздің 1 секундына неше түрлі кадрлар түсіреді. Яғни 30 кадр секунду деген сияқты. Яғни ол 1 секундта телефонымыз 30 рет суретке түсіреді и соның бәрін біріктіреді. И солай біздің 1 секундтық видеомыз шығады. Яғни 60 кадр секунду, 30 кадр секунду деген сияқты сондай ұғым пайда болады. Ал 30 бен 60-тың қандай айырмашылығы бар? 30 в основном біздің қазіргі қарапайым осы біздің көретін қазіргі адамның көз көретін качество секілді, яғни более-менее плавный. Яғни 30-60 деген біздің картинкамыздың плавностьына байланысты. Ал 60 болса біздің картинкамыз одан ары плавный болады. Яғни біздің видеомызда детальдар көбірек деген мағынаны білдіреді. Және де тағы бір фишка ол 60 кадр в секунду түсірген кезде біздің монтажымызға более-менее оптимальный, себебі біздің кадрларымыз кейбіреуін замедлетуіміз керек болады. Яғни практикадан оны білемін. Және де 30 кадр в секунду түсірілгенмен жұмыс істеу қиынырақ болады. Өйткені 60 кадр в секунду замедлеткен кезде 0.5-ке біздің кадрымыз плавнырақ болады да. Ал 30-ды біз бір кішкене болсын замедлетсек, андай бір суреттер сияқты болып қалады да. И сондықтан біздің видеоларымыз кейбіреуі егер монтаждау білмегендіктен мұнша емес шығады. Тағы да сіздің білу керек бір настройкасының бірі ол сетка деген. Яғни сетка деген алып тастасақ, сіздің камераңыздан андай бір 4 бұрыш болу керек. Ал егер қоссақ, осылай бір сетка пайда болады. Бұл сетка бізге не үшін керек? Яғни, например, біздің затымызды алайық. Затымызды алған кезде біз оны қалай орналастыруымыз кереді? Например, оң жақтағы сетка болсын, яғни түзу сызық. Біз сонымен объектті бүйтіп қоямыз. Вот осылай. Немесе сол жақтағы сызықпен былай бүйтіп равнять етсек болады. Осылай қойсақ болады, например. И немесе астыңғы жақпен, например, асты жақтағы мына есіктің бүйтіп астыңғы түзуін алсақ болады. Яғни осылай біз өзіміздің картинкамызды равнять етеміз да. Яғни, например, біздің светіміздің мынандай бір сызықтар тұр. Вот, яқтан көрсете аламыз. Осы сызықтар тұр да. И былай алсақ жақыннан. Онда осы біздің тігінен тұрған сызықпен біз тура бүйтіп қойып аламыз. И, соответственно, біздің видеомыз түзу
көзге жағымды көрінетін болады. Ал егер сәл бүйтіп қысайтсақ, уже андай біртүрлі көрінеді да. Сол үшін біздің сеткаларымыз керек, именно видео. Жалпы видео болсын, сурет болсын деген секілді. Суретте түсірген кезде біз сонымен равнять етіп қоямыз. Яғни не ортасына емес, либо шетіне и орта жағына жаңағы сызықтың үстіне бір зат болсын, біздің товарымыз, ал сол жағындағы сызықпен біз какой-то бір декоративный бір зат қойсақ болады, егер біз бір аккаунтымызға суреттер түсіп жатсақ. Так, бізге керекті настройкаларды жөндеп алдық. Енді біздің камерамыздың ішіне келе жатсақ, вот біздің объектіміз, например, фокус деген ұғым бар. Яғни міне квадратик көріп тұрсыз. Сол жаққа бассам, анау артындағы біздің затымыз көрініп тұр. Ал егер оң жаққа бассақ, міне біздің кішкене жақынырақ тұрған затымыз фокуста тұр. Яғни ар жағы бұлдыр болуы мүмкін. Яғни солай біз фокусты фиксировать етуіміз керек видео кезінде, чтобы, например, бүйтіп біз бір затымызды алдық та, и фокусымыз былай басқа жаққа кетіп қалады, егер біз фиксировать етпесек. Ал егер біз басып тұрып, осындай бір движениені күтсек, онда біздің фокусымыз только осы бір расстояниені ғана алып тұрады да. Ал оң жағындағы біздің күн сияқты тұрған бейнеміз біздің экспозиция деп аталады. Яғни біздің видеомыз қаншалықты жарық болады, біздің картинамыз қаншалықты жарық болады, қаншалықты қараңғы болады деген секілді. Основном кішкене қараңғылау абзалырақ, өйткені пересвет деген ұғым бар да. Вот мысалы бүйтіп көтерсек, мысалы күн жарық болған кезде осындай бір андай слишком яркий болып кетеді да. Сол үшін адамдар бүйтіп түсіреді. Вот біздің светіміз андай текстурасы көрініп тұр былай, мына жағы. Ал егер кішкене көтерсек, уже андай бір пересвет деген ұғым пайда болады. Вот сонда білу абзалырақ. Дальше. Правило третий деген ұғым жалпы термин деп ала салайық. Правило третий дегеніміз осы біздің сеткамызға байланысты. Яғни жаңа айтып кеткен сияқты, біздің затымыз оң жақ түзу сызықпен қою деген сияқты. Артқы жақпен, например, біз даланы түсірсек, артқы жақпен горизонтымызды реттейміз. Ал үсті жақпен біздің, например, осы бір комнатаны түсіріп жатсақ, онда үсті жағымен біз потолокты реттейміз деген сияқты. И осының біз түзу сызықпен біздің картинкамыз қаншалықты түзу тұр. Яғни, например, осының қыры болсын, немесе біздің зданиямыздың андай бір қабырғалары болсын, сонымен реттеп аламыз. Яғни правило 3 деген осы үшін қажетті зат. Мына жерде скринда тұрады, яғни примерларымен қалай заттар тұр, қалай зданиялар немесе бір таулар тұр деген сияқты, солай сіздер кішкене андай визуализациямен түсіне аласыздар. Келесі бір тағы бір ұғым, бұл маңызды ұғымдардың бірі, яғни ракурс деген зат. Ракурс деген зат қарапайым қазақ тілімен айтқанда біздің камерамыз қалай біздің объектімізді түсіріп тұр. Например, біздің товар делік. Біздің товар мен былай түсіру мүмкін, немесе былай үстен алу мүмкін. Осы біздің телефонымыз қалай тұр, яғни біздің затымыз қалай түсіріп тұр, сол ракурс деп аталады. Біз астына түсіруіміз мүмкін. Основном біздің именно товарный услуганы біз продавать еткен кезде, именно товар түсірген кезде, біз осы товардың деңгейімен аламыз. Яғни солай адамға жағымдырақ көрінеді. Ал ол бүйтіп үстінен ол көбінесе андай творческий съемкаларда, адамдарды түсірген кезде сондай необычный ракурстар керек болады. Ал основном товардың сізге именно керек ақпарат товарды өзінің деңгейімен алу керек. Яғни міне товар тұр, мен соның деңгейімен алып тұрмын. Ал егер былай алсам, кішкене бір түрлі көрінеді. Вот. Но тот же типа бұл исключение емес, сіз бүйтіп алсаңыз да болады, былай жақындатып деген секілді. Именно былай істесеңіз көрінбейді да, например, біздің деңгей көрсеткішіміз, осы біз светіміздің. И үстінен былай алсақ, кішкене көрінеді, кішкене необычный ракурс алуға болады. И осылай бүйтіп түсіреміз. Жалпы ракурс деген ұғым осымен бітті. Келесі ең соңғы бір важный тағы заттардың бірі,
ол именно біздің ракурспен жүретін зат, жалпы барлық жаңағы айтқан ұғымдармен жүретін зат. Біздің камерамызды қалай қозғалту қажет. Ең базовый бір үш движение бар. Ол, например, біздің затымыз, и осы затымыз тұр, алдыға қарай жүріп, біз түсіре аламыз. Бұл наезд деп аталады. Ал отъезд деген зат, еще тағы бір движение бар, отъезд. Бұлай артқа қарай аламыз. Именно плавно аламыз. Тағы бір камераның движениесі, ол солдан оңға немесе оңнан солға. Яғни біздің затымыз тұр, былай деп алдық. Былай фокусымызды алып алдық. Экспозиция деген затты түсіріп алдық. И түсірген кезде былай бүйтіп, солдан оңға қарай бүйтіп, плавно бүйтіп қозғалтамыз. Немесе оңнан солға деген секілді. Және тағы бір движение бар. Ол біздің именно товарный услугада түсірген кезде көбінесе қолданатын движениесінің бірі. Ол біздің объектіміз кадрда всегда тұрады. Яғни былай жаңағы айтқан движениемізді біздің товарымыз былай кетіп қалады да. Ал мына жерде біз солдан оңға да қозғалтып жатырық, но біздің объектіміз камераның ортасында тұр. Яғни біздің затымыз видеодан кетіп қалмайды да. Бірақ біздің артқы фонымыз деген сияқты өзгеріп отырады. Кішкене разнообразие қосады. Осымен біздің бірінші сабағымыз кіріспе сабағымыз өз мәресіне жетті деген ойдамын. Опять же, көбінесе қайталайтын ұғым практика және практика. Практика көп жасасаңыз, сіздің қолыңызда үйренеді деген секілді. Қолыңызды былай телефонды ыңғайлы ұстап, қаттырақ ұстасаңыз, осы жетеді сізге. Сөйтіп қолды жалпы үйрету керек, камераны ұстап. Бастан сөйтіп үйретіңіз, ал ары қарай монтажный частин, түсіру частин өзіңіз үйреніп кетесіз. Егер де сіз енді жалпы мотивография деген затты біліп жатсаңыз. Осымен біздің сабағымыз tamam. Келесі сабақта кездескенше. кадрымыз ішінде бар. Бізден общий кадрымызды
көп түсіріп көресіз и по-любому көп түсіре бергеннен кейін сіздің қолыңызда үйренеді. Жалпы қолды қаттырақ ұстаймыз, сізге қалай ыңғайлы солай ұстаймыз да и бүйтіп қатты зафиксировать етіп аламыз. Так, енді біздің ішіндегі продукты көрсетеміз. Былай әдемілеп қойып қоямыз. И фокусты қойып аламыз. И осы алып шығамыз. Енді басқашалай қоямыз. Именно құлақ қаптағын жақынан крупно түсіреміз. Основной приметкада крупный планмен ойнаймыз, жақынан түсіреміз. Осылай алып аламыз. Тағы да кадр алып аламыз, чтобы монтажда кадрлар іздеп отырмайтындай. Деген мына жағынан түсіріп аламыз. Так, енді общий соңына кадрды қойыламыз. Общий продукты, сол видеомызды общий продуктпен бітіреміз. И соңында call to actionмен монтаждың текстін қойып, соны келесі сабақта айтамын. А пока что вот полный алып аламыз да. Әдемілеп қойып қоямыз. И вот фокус аламыз. И былай жанынан түсіреміз. И тағы бір общий түсіріп жібереміз. Тағы да мына жағынан түсіріп алайық. Осы біздің алған осы 4-5 кадрымыз жетеді. Ең бастысы бұл жерде қиындатпау керек. Простой кадрларды аламыз. И монтажда көбісіне танымал қазір трендтегі музыкаларды аламыз да. Именно текстпен жұмыс болады. Басында акциялар болсын, скидкалар болсын, ал соң жағында call to action, подробнее деген сияқты. Оны уже келесі сабақта айтамын, қай жерде монтаж жасау керек деген секілді. А пока осымен біздің екінші сабағымыз тәмам. Қош сау болыңыздар, және де практика жасауды ұмытпаңыздар, себебі сөйтіп көп түсіру арқылы сіздің қолыңыз жаттығады. Қош сау болыңыздар. Бәріне тағы да сәлем. Мобилография бөлімінің 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Осы 3-ші сабақта сіздер не үйренесіздер? Бұл сабақта сіз монтаждау қалай, жалпы процесс қалай өтеді, қандай программада монтаждау керек, қандай тексттер қою керек, қай жерден музыка алу керек деген секілді сұрақтарға жауап беретін болам. Ал ендеше кеттік. Так, енді біздің монтаж процесіне оралайық. Жалпы
ең бірінші музыкадан бастауымыз керек, оны қай жерден аламыз деген секілді. В основном мен телеграмнан алам. Яғни осындай предметный съемкалар болса, немесе бір бэкстейдж болса, вообще в целом қай жерден алуға болады. Бір күшті бір канал бар телеграмда, музыка для видео деген. Любой жанрда бар, көп музыка бар. Осындай хэштегтармен тауып алсаңыз болады. Яғни міне динамичный керек па, қандай керек сізге, сондай жанрларға көп бөлінеді. Бүйтіп қарап отырсаңыз, мынандай жанрлар көп. Осы жерден бір музыканы таңдап алайық. Например, осы кішкентай бутиктардың бір несі болады ғой, видеолар болады ғой, соған кішкене ұқсайды. Бізге осындай итак керек. Осыны аламыз. Және де мен монтажға қолданатын екі программа бар. Ол CapCut және де Videolip. Videolip iPhone-ға бар, бірақ Android-ға вроде бы шықты осы жақында, көрсеңіздер болады. Бірақ бұл приложенияның бір минусы ол платный. Платный дегеніміз ол барлық мүмкіндіктерін сіз тек қана ақша төлеп қана аласыз. Бірақ бұл сразу айтайын, стоит нәрсе. Примерно подпискамен алсаңыз болады, немесе разовый покупка деген болады. Подпискамен примерно айына 2000-дай ма сондай. Бастапқыға негізі болады. Егер сіз өзіңіздің видеоларыңызды жақсы сапалы қылдырыңыз келсе. Яғни бұл жерде тексттарыңызда да әдемі, шрифттарда әдемі, бәрі де әдемі. Фильтрда жақсы осы жерде. Барлығын осы жерде істесеңіз болады. Бірақ сол минусы тек қана сол ақшасын төлеу керек. Возможностьыңыз жетпей жатса, CapCut бар. CapCut та жақсы. Осы жерден мен көрсетейін, өйткені көбісіне Android, кейбіреуінде Android, кейбіреуінде iPhone деген секілді екі платформаға да ыңғайлы үшін CapCut-ты көрсетейін. Бірақ интерфейсы екеуінде де ұқсас. Біріншіден кірген кезде новый проект дегенді басамыз. И осы жерден жаңағы кадрларымызды аламыз. Үстіп белгілеп қоямыз. Монтаж кезінде бір 4-5 кадр жетеді. Одан көп ол сіздің фантазияңызға байланысты, креатив задумкасына байланысты, яғни бір эффекттер болсын деген секілді. Осы основном предметкада жақыннан түсірілген кадрлар алынады, яғни крупный планмен. Жақын айтып кеткендей. Вот мынау общий план, мынау средний, яғни жартысы көрінеді деген секілді. Анау уже крупный план. Вот прям детально жақыннан көрсетілген. Монтаж кезінде тағы да айтып кететін жайт, кадрларды бет алба қою дұрыс емес. Анау крупность планов деген, яғни крупный, средний, общий план. Осы үшеуін чередовать ету керек. То есть, мынау крупный план болса, екіншісі крупный план болу нежелательно, өйткені видеоңыз уже байқалады, онша емес екен. Сол үшін чередовать ету керек. Бірінші андай жақыннан түсірілген, екіншісі общий деген секілді, үшіншісі средний деген секілді. Бірінші кадрларымызды таңдап алайық, қайсысы жақсы, қайсысы жаман деген секілді. Вот. Интерфейсін айтып кетейін бірінші. Изменить дегенде біздің таңдалған кадрымыздың, яғни бөле аламыз керек емес жерін, былай үсті жағында отмена, либо алдыға қарай біздің істеген затымызды қайтара аламыз. Келесіде скорость істей аламыз, өзгерте аламыз. Яғни бұл жерде максимум замедлите аламыз біз 0.5. Өйткені егерде одан ары істесек, біздің кадрымыз сурет сияқты болып қалады. Ол көзге жағымсыз, біздің видеомыз онша емес болады. Предметкада еще қатты скорость қосуға да болмайды. Өйткені в основном предметкалар андай жай, андай статичный сондай кадрлар болады. И в основном еще сіздің кадрыңыз андай дірілдеп қалған болса, ол замедлить етіп, сіздің кадрыңыз спасать етуге болады. Егер прям андай кадр әдемі болса, бірақ сіздің кадрыңыз дірілдеген сияқты болса. Келесіде біздің текстіміз, яғни осы жерде біздің тексттарымыз жасай аламыз. Бірінші типа, например, сөз жаздық, мына жерден шрифт таңдай аламыз.
осы русский деген отделда. Бұл жерде қазақша әріптерде қолдануға болады. Бірақ кейбір шрифттарда, например, байқап кететін жайт, например, Q деген сияқты әріптер кейбір шрифттарда қолданбайды. Браузердан басқа шрифттарды осы жерге енгізсеңіз болады. Яғни файлға ол скачать етіледі, и сол жерден сіздің бүйтіп таңдай аласыз. Міне, импортированный шрифт деген кіресте, осы жерден таңдай аласыз. Келесі, мына стиль, яғни түсі, обводкасы, артындағы фоны деген секілді. Осы жерде көп бәрі. И тексті сіз тени дегенге размыты бере аласыз, яғни жан тұратын секілді эффект. Оны қазір кішкенеден айтам. Еще мына дайын шаблондар бар. В основном текстқа, креативқа осындай жанып тұратын тексттер қолданылады. Кейбіреуі андай мультяшный, көзі кесеті, например, мынандай. Бұл онша емес көрінеді. И тағы да астында мына осындай. Осы. Тағы да осы. И астында осы екеуі. Осының часто қолданылады, и көзге де жағымды көрінеді. Ал мына жақтағылар осының қолданылмайды, және де анимациялар істеуге болады. Типа біздің текстіміз былай кіре ма, немесе былай кіре ма деген секілді. Мына жерде осы анимация қолданылады, қалғандары қатты керек емес. Келесі стикері. Мына жерден біздің свайпымызды қойсақ болады, программаның өзінде. Осы жерде бір-екі слайд свайптың нелері бар, шаблондар. Бүйтіп бұрып аламыз да. И соңына қарай бүйтіп қоя аламыз. Тағы да бір варианттар монтажы. Ал мына жерде қалғандары көбінесе керек емес. Нақты өзіңіздің посттарыңызға, немесе соцсеттарға көптеген стикерлар бар. Но олар қазір бізге қажет емес. Біздің мақсатымыз, яғни таргетке дұрыс заттарды қоя білу, яғни көп клиент алып келу. Жалпы мақсат осы. Наложение біз мына видеоның үстіне видеоны қоя аламыз. Например, былай тұрса, біз аламыз да бүйтіп қой жерге болады. Бүйтіп видеомызды кішірейте аламыз. Немесе мынандай фишка бар. Біздің видеомызды копировать етіп сайт етеміз да. И осы наложение деген басамыз. И мына жерден кішкене прозрачность алып тастаймыз. И осылай фишкаларды қолданса болады. Яғни кішірейтіп деген секілді. Так, бұл уже сіздің фантазияңызға байланысты. Яғни тоже мына қарап білу керек, яғни тікет етіп өзіңіз үйренуге тура келеді. Ол сіздің опытыңызға байланысты, яғни сіздің видеоңыз қалай жақсы шығады. В основном осы жерде таргеттің форматы 9:16. И соны қолданамыз. Так, енді кадрларымызды таңдап аламыз, қайсы жақсы, қайсы жаман деген секілді. Так, мына кереміз кадрларымызды алып тастаймыз. И мына жерде соңында, именно CapCut'та соңында осындай өзіне қосатын видеосы бар. Оны обязательно удалить етуіміз керек. Өйткені ол онша емес көрінеді. Так, біз кадрларымызды таңдап алдық. Енді музыканы таңдаймыз. Музыка таңдап алғаннан кейін біз скачать етеміз. Осы жерден поделиться дейміз да. И осы жерден CapCut таңдаймыз. Ол сразу сол біздің видеомызға келіп тастайды. Так, очень керек жерін аламыз. Яғни біздің музыкамыздың әдемі жерін. Яғни мына музыка басталып жатады да. Уже мына жерінде уже музыканың основной жері басталды. Хотя былай басымен бастайық. Осы жерден басында өлді, либо бір акциялар жазамыз. Ал мына жерде өзі кішкене динамичный кетеді. Біздің кадрымыз кішкене общиймен бастайық. Мына жақта қазір
AirPods, в основном люкс копиялар деген ниша бар. Яғни солар сатылады. Мен білуім бойынша. Яғни солай триггер ретінде ценасымен ұстап алуға болады басында, чтобы біздің целевой аудиториямыз сразу басатындай. Так, наяқта мен бағана айтқандай кішкене дірілдеу бар. Сол үшін бүйтіп кішкене 0.5x-қа замедление жасаймыз. Так, мына жерде уже біздің основной трегіміз басталады. Мына жақта битпен жұмыс осы жерде маңызды. Яғни ударларға байланысты біздің кадрларымыз меняться ету керек. Сол кезде біздің видеомыз әдемірек көрінеді. Мына жерде еще крючпен жұмыс бар. Яғни осындай крючтарды қоямыз да, и соңына қойсақ, басына былай тұр, и соң жағын кішкене үлкейтсек, бізде осындай движение пайда болады. Так, басына осылай басталады, общий кадрмен. Яғни осы продукттың бәрін көрсетеміз. Яқта детально кетеді уже біздің AirPods'ымыз. В основном товаркаға именно предметный түсіреді ол кезде. Максимум 15 секунд қолданған дұрыс, өйткені одан артық көп болып кетсе, біздің аудиториямыз оны көрмейді, сразу ресет етеді. И, соответственно, біздің жіберген креативіміздің статистикасы төмендейді. И басқа адамдарға көрсетпейді оны. Тағы AirPods'ын кадрын аламыз. И мына жақта айтып кететін жайт, біздің кадрларымыз андай ұзақ болып кетпеу керек тоже. Біздің AirPods'ымызды көрсеткеннен кейін ар жағынан и соңында ключевой момент общымен бітіреміз, яғни біздің AirPods'ымыз осы деген сияқты. И соңында мына жерде бір текст жетіспей тұр, оны қазір қосамыз. Так, мына жақтан, например, AirPods. Так, мына жақта шрифтін өзгертейік. Шрифті мына жақта өте маңызды рөл атқарады. Өйткені біздің көзіміз кесіп тұрған секілді. Осындай тексттерді қойсақ болады. Шрифтің түрлері көп. Осыннан осы ең бірінші қолданады. Так, AirPods екінші. Допустим, осындай текст болсын. Осындай болсын. Так, мына жақта текстіміз уже бірінші кадр біткеннен кейін басқа текст болу керек. И мына жақта, мына жақта основном акция деген текст өтеді. Акция 50% дей салайық. И мына жақта, например, осылай покупательдарымызға бас тарта алмайтын ұсынысты береміз. Яғни біздің қарап жатқан целевой аудиториямыз именно осы біздің товарымызға бір интерес қуалау керек. Басында біз акция дедік, жарайды, ол дальше қарайды. И мына жақта уже біз бір бонус ретінде бір нәрсе береміз деген сияқты істесек, и мына жақта первым 10 покупателям деген кезде, и мына жерде первым 10 покупателям деген кезде бонус береміз деген кезде уже адамдар спешкаға кіреді, и алып қалып үлгерейін деген сияқты
сразу басады осы жерден. В основном статистика бойынша осылай. И мына жақта в основном часы ма сондай бонуспен беріледі. Оны өздеріңіз көресіздер, мына жақта суретін қойып па деген секілді. Ал оны суретті наложениемен бүйтіп фотодан қоясаңыздар болады. Так, дальше мына жақта соңында примерно текст успейте купить деген сияқты. И соңында подробнее деген ұмытпауымыз керек, чтобы біздің клиенттарымызға сразу бүйтіп айтатындай бас деген сияқты ше. Өйткені в основном потребительдер өйтіп андай көп ойлануды ұнатпайды, и сразу сен айтып отыруың керексің ше, мынаны бас, мынандай болады деген сияқты. Былай басамыз, и осы жерде соңында біз анимацияны қоссақ болады. Типа осындай сияқты. Осы жерден сразу бітіре салайық, біздің видеомыз қатты созылып кетпес үшін. И осы жерден аламыз да зумымызға басамыз, и разделить деп кесеміз, и соны удалить етеміз, и соңында соңғы кадрымызға былай бүйтіп келтіріп аламыз. Мына жақта текстіміз еще тез болмау керек, өйткені біздің целевой аудиториямыз қарап үлгеру керек. Осылай бітеді. И мына жақта фильтры дегенде базовый бір цветокоррекция жасасақ болады. Яғни қатты андай бар. Көп емес те, аз емес те. Кішкене суық осындай қоссақ болады. Немесе осындай ақ қоссақ болады. До, после. Кішкене біздің затымыздың өңі ашылды. И мына жерде біз фильтр деген жерде настройка жасақ та болады. Именно осы біздің кадрымызға байланысты. Контрастты қоссақ болады. Мына жерде алған дұрыс. Көз мөлшерінде қарайсыздар өздеріңіз. Өзі білініп тұрады, көзді андай кесіп тұратын моменттер болады. Например, контрастты бүйтіп қосып жүрсек, уже көзімізге андай жағымсыз көрініп тұр да, ал кішкене азайтып тастасақ, уже кішкене более-менее приятно көрініп тұр. Мына жақта насыщенность алып тастаймыз, и в основном экспозицияны қосамыз. Экспозиция деген біздің картинкамыздың андай ағырақ немесе қарырақ болып көрінуі, қарапайым тіл айтқанда. И в основном температурамен қатты ойнаған дұрыс емес. Кішкене кетіп қалсаңыздар, уже андай слишком көк немесе сары болып кетеді. Бұл жерде ойлаған дұрыс. Виньетка қолданған именно CapCut'та онша емес осы жері. Виньетка деген осы шет, именно біздің кадрымыздың шетінде осындай қара пайда болады. Оны қолданмаған абзал. Так, вот до, после. Көрініп тұр да, біздің продуктымыз яғни ашық көрініп тұр. И біз за счет того, что біздің экспозициямызды түсірдік, солай біздің видеомызды цветокоррекция жасау оңайырақ болады. Бітті. Енді экспортты біздің видеомызды сохранить ету үшін үстіндегі стрелкаға басамыз. И дайын. Готово дейміз. И мына жерде айтып кететін жайт, качествосын өзгертсек болады. Бірақ 1080 және де 30 тұрса дұрыс. Бұл таргеттің андай оптимальный качествосы. Так, осымен біздің видеомыз дайын. Яғни фишкалардан бұл кішкене бір советтер. Прикол деген приложение бар. Осы жерден біз базовый цветокоррекцияны жасасақ болады. Мына жақта фильтры деген раздел бар. Бүйтіп іздеп қарасаңыздар, көптеген бір мықты бір не шығарсақ болады цветокоррекцияны. И мына жақта ұнаған цветокоррекцияңыз болса, бүйтіп оң жағында флажокты басып, өзіңіз таңдап, и келесіде қолданған кезде мына жақта сол жағында тұрады, флажок жағында. Мынандай приятный эффекттер қолдансақ болады. И мына жақта эффекттер бар өзі, например, мынандай деген сияқты. Бұл жерде тоже андай бүйтіп қарап, тікідетіп көру керек. Мына жақта шетінде осындай күшті эффекттер бар. Мына жақта засвет деген осындай бүйтіп
шетінде бүйтіп андай шығып тұрады. Мына жақта біреуді алып тастаймыз. Осылай күшті эффекттер таңдасаңыз болады. И точно мына жақта сохранить еткен кезде үстіне қарап тұрған стрелканы басасыз. И обязательно мына жақта сохранить видео деген басуды ұмытпау керек. Дальше тағы да бір лайфхактардың бірі тексттарды ерекше қылдырып жасау үшін мына жақта осы приложение бар, Studio деген. Бұны көп қолданамын. Мына жақта плюс деген басып, именно үшіншісін таңдаймыз. И галочканы басамыз. Осы жақта астында А деген әріп тұрған текст деген бассақ, осы жерде, например, подробнее деп жазсақ, вот мына жақта өзі күшті шрифттар өзі дайын тұр. Адамға жағымды. Вот біздің шрифтіміз бар осындай. Көбінесе осын қолданамын, бірақ бұл шрифтта қазақша әріптер оқылмайды. Например, ретінде Қ деген әріпті қойсақ, кішкене андай онша емес болады. И мына жақта түстер, размері деген секілді. Мына жақта осындай свечениемен shadow деген кірсек, былай бүйтіп кішкене свечение эффектін берсек болады, осылай жанып тұрады. И сохранить еткен кезде сол тоже стрелкаға қарап тұрған басамызда, и сары кнопкаға басамыз. И видеодамызды біз қолдансақ болады, например, соңғы жағында текстімізді алып тастаймыз, подробнее деген. И наложениені бассақ, жаңағы біздің суретіміз тұрады, и осыны қойсақ болады. Бұл более-менее андай смотрибельный шрифттардың бірі. Бұл тоже таргетте шрифт болсын, текст болсын, қатты маңызды рөл атқарады. Музыканың өзі де даже. Мына жақта басқа музыка тұрған кезде, например, білмеймін, тойский дейікші, грубо говоря. Сондай тұрған кезде өтпеуші еді таргетіңіз, сразу бүйтіп кликт ету, клиентіңіз өткізіп жіберуі мүмкін. И мына жақта айта кететін жайт, даже шрифттің, жалпы текстің түсі де маңызды рөл атқарады. Например, қара. Мен жай пример үшін көрсеттім, мына жақта бүйтіп асығыз. Подробнее міне, например, мына жақтан көрсете салайын жарайды. Сары түске істесек. Более-менее уже андай адам назарын аудартатын түстердің бірі. Так, осылай қойып көрейік примерге. Мына жақта заметь деген функция бар. Яғни тұрған затыңызды келесі бір суретке немесе видеоға ауыстырсаңыз болады, тура сол орында. Сары түс более-менее андай көзге жағымды көрінеді и назар аудартады. Например, жаңа қара тұрған кезде біздің клиентіміз оны назар аудармаушы да еді. И, соответственно, подробнее деген баспаушы еді. Осындай андай көк, сары, жасыл, қызыл деген түстер көбінесе таргетте қолданылады. Осымен біздің үшінші сауалымыз өз мәресіне келіп жетті деген ойдамын. Тағы да айта кететін жайт, мына жақта именно практика деген маңызды рөл атқарады. Көп осындай монтажын көп шұқылай берсеңіздер, сізде опыт пайда болады. Яғни қайсысымен қалай жұмыс жасау керек, соны өзіңіз на автомате білетін боласыздар. Басында қиын болуы мүмкін, әрине. Сіз бірінші рет кіруіңіз мүмкін, например, бұл приложенияға жалпы түсіруді бірінші рет біліп тұрған шығарсыз. Бірақ көп түсіре бергеннен кейін, көптеген именно сондай бір видеолар көре бергеннен кейін өзіңіз кішкене миыңыз, қолдарыңыз үйрене бастайды. Астында бір TikTok каналдар болсын, жалпы TikTok деген күшті зат, яғни дұрыс қолдана білсе. Жалпы каналдар бар сондай. И сол каналдардан қарап, видеолар сояқтан идеялар алып деген секілді өзіңіздің таргеттарыңызда қолдансаңыздар болады. Осымен библиография бөлімі өз мәресіне келіп жетті. Сау саламат болайық.